Қайырлы күн, құрметті аналар. Бүгін біз лампа люльканы қалай дұрыс қолдану керектігін көрсететін боламыз. Ал сіз каналға жазылып, видеоны соңына дейін қараңыз. Фотолампаны үйіңізге жеткізіп берді. Ары қарай не істейміз? Ең алдымен лампаның қоятын орнын анықтау қажет. Ол тегіс және қауіпсіз жер болуы керек. Егер үлкен кровать болса, кроваттың шетіне емес, ортасына орналастырамыз. Детская кровать немесе люлькада болады. Ең алдымен бізге сәбиіміздің қауіпсіздігін ойлауымыз керек. Лампаны орналастырған соң, оның қозғалмай тұрғанына және құлап кетпейтініне көз жеткізіп алуымыз керек. Сонымен қатар, лампаның айналасына ешқандай сұйықты қоюға болмайды. Кружкадағы немесе термостағы шай, смесь пен бутылка, электр көзіне жалғанған аппараттың айналасына осы сынды сұйықтықтарды қоюға болмайды. Техника қауіпсіздік ережесін қатаң сақтап, ең алдымен сәбиіміздің қауіпсіздігін ойлауымыз керек. Лампамызды қауіпсіз жерге орналастырып алдық, енді іске қосайық. Фотолампаны электр көзіне жалғап, артындағы қосу кнопкасын басамыз. Содан соң алдындағы басқару панелінде орналасқан кнопкалар жана бастайды. Екінші, текущий режимін сеанс режиміне кнопкасын басу арқылы ауыстырамыз. Үшінші, уақыт береміз. Алдағы уақытта сіз балаңызды неше сағатқа жатқызуды жоспарлайсыз, және нәрестенің ұйқысына байланысты. Емізіп, кекіртіп алдыңыз, енді 2 сағатта ұйықтайтын болса, 2 немесе 3 сағатты таңдаймыз. Төртінші, старт кнопкасын басамыз. Балаға міндетті түрде жүрге кигіземіз. Себебі кішкентай нәрестеңіз дәретін жіберіп қоюы мүмкін, ал лампаға сұйықтық тиюге болмайды. Баланың барлық киімдерін шешеміз. Уайымдамаңыз, жаурап қалмайды, себебі гамактың іші жылы боп тұрады. Замогын ашып, ішіне баланы жатқызып, қайта жауып қоямыз. 3 сағат немесе өзіңіз бекіткен уақыт біткенде, өзі автоматты түрде өшеді. Егер емізуге немесе басқа да гигиеналық процедураларды орындауға баланы алғыңыз келсе, стопты басып үзіліс жасаймыз. Ал енді жиі қойылатын сұрақтарға жауап берейік. Күніне қанша сағат жату керек? Егер сіз балаңызбен стационар деңгейінде фототерапия қабылдап жатсаңыз, онда сіздің жеке дәрігеріңіз қанша сағат, қанша күн жату керектігін айтады. Ал егер үйіңізде фотолампа алдырып, қанша сағат жатқызу керектігін білмей жатсаңыз, онда сәбиіңіз ұйықтаса болды, қосып қоя бересіз. Орта есеппен көбінесе 5 сағат, 8 сағат, немесе 10 сағатқа жеткізетіндер бар. Қанша сағат жату керектігі, қанша күн алу керектігі, ол сіздің нәрестеңіздегі сарғыштық дәрежесіне, яғни билирубин көрсеткішіне байланысты. Жоғары болған сайын көбірек жатқызасыз. Тәулігіне көп сағат жатқызған сайын жақсы. Қаншалықты фототерапия көп қабылдаса, соншалықты билирубин тез шыға бастайды. Ол сәбиіңізді бір жатқызған кезінде 4 сағат, 5 сағатқа жатқызу емес, міндетті түрде арасында емізуге немесе гигиеналық процедураларға үзіліс болуы керек. Бізден фотолампа алған аналардың айту бойынша орта есеппен 6 сағат, 8 сағат, кейде тіпті 2-3 сағат қана, ал кейде 10-12 сағатқа дейін жатқызатындар бар. Қаншалықты көп жатса, соншалықты сарғыштық азайып, яғни билирубин сыртқа шыға бастайды. Сәбиіңізді фотолампаға көп сағат жатқызу деген, ол бір жатқызған кезінде тоқтамай 6-8 сағат немесе 4 сағат жатқызу емес, арасында міндетті түрде гигиеналық процедураларға немесе емізуге үзіліс болуы керек. Кем дегенде 2 сағат сайын алып емізіп, жөргегін ауыстырып, немесе шомылдырып алсаңыз да болады. Келесі жиі қойылатын сұрақтардың бірі, фотолампада неше күн жату керек? Айта кетейік, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі ұсынған протокол бойынша бір курс фототерапия 96 сағатты құрайды. Ол шамамен 10 күнге сәйкес келеді. Бірақ әр сәбиде әр түрлі. Ол жоғарыда айтып кеткенде, сіздің нәрестеңіздегі сарғыштық дәрежесі, яғни билирубин көрсеткішіне байланысты. Оны сіздің нәрестеңізді объективті тексеру жүргізген дәрігеріңіз, яғни балаңызға қарап, немесе анализ нәтижесіне қарап айтады. Кейбір нәрестелерде 5 күн,
немесе 3 күн, тіпті 7, 10, 12 күнге дейін жетуі мүмкін. Фототерапия барысында балаңызды жиі емізіп тұрыңыз. Бұл өте маңызды. Екінші немесе үшінші тәулікке қарай балаңыздың үлкен немесе кіші дәретінің түсі өзгеруі мүмкін. Одан қорқудың қажеті жоқ, ол билирубин солай сыртқа шығып жатыр деген білдіреді. Кейбір аналарымыз сарғыштығы тезірек кетуі үшін мен не істей алам деп те сұрайды. Сіз нәрестеңіздің сұранысына байланысты жиі емізіп тұрасыз және лампаға уақытылы жатқызып тұрасыз. Балаңыз ұйықтаса болды, лампаға сразу жатқызып қоя беріңіз. Жоғарыда айтып кеттім, кейбір нәрестелер мазасыз болып, ұйқысы тынымсыз болып, дұрыс ұйықтамай, жылауық болып, лампаға дұрыс жатпай қалуы мүмкін. Яғни бір тәуліктің ішінде 2-ақ немесе 3-ақ сағат жатуы мүмкін. Сіз ана ретінде балаңыздың тыныштығын барынша қамтамасыз етіп, оны жиі емізіп, тынышталдырып, ұйықтаса болды, лампаға жатқызып қоя беріңіз. Күніне кем дегенде 8-10 сағатқа жеткізсеңіз, сарғыштығы тезірек кете бастайды. Люлька лампаның тағы да бір артықшылығы, сәбидің көзін жабудың қажеті жоқ. Басқа фотолампа түрлерінде көзін арнайы көзілдірікпен немесе маскамен жауып қою қажеттілігі болса, бұда балаңыз үстін ашып, жөргекпен очки тақпай, ешқандай маскамен көзін жаппай жатқызып қоя бересіз. Балаңыз жылы, қауіпсіз орында сарғыштығымен күресе береді. Нәрестелер сарғыштығына байланысты тағы да сұрақтарыңыз болса, төменге, яғни комментарийге жазып кетіңіз. Каналға подписка жасап, лайк басып, комментарий жазыңыз.